Ассалаумағалейкум достар, қалдеріңіз қалай, жақсысыңдар ма? Мінекей, біздерге 23 жылғы Ковальт автокөлігі келді. Бұл көліктің иесіне айтуынша бізге тапсырылған задача деп айтайын ба? Родной кілтке автозапуск жасап берші дейді. Одан кейін щиток приборда температура қосып бер дейді. Қазір қосамыз, сіздер қарап отырыңыздар. Мінекей достар, қарап отырсақ, щиток прибордың үстінің функциясын қозғайын. Ешқандай температура охлаждение жеткіс көрсетпейді. Енді бұйырса осыны жасаймыз. Сіздер бір 2 минуттық, осыдан кейінгі 2 минут емес, 1 минуттық дача осы видеоны қарап кетіңіздер. Сіз болмаса сіздің біреуіңізге пайдасы тиіп қалар. Ары қарай мен жұмыс жасаймын. Так, біздер әзірше программасын құйып жатырмыз. Құйып жатқан кезде біздерде табыламыз, щиток приборымыз өшіп тұрады. Қазір көрсететін боламыз тағы да. Так, мінекей біздер температурасын установка жасадық. Бұрын көрсетпейтін тұғын. Қазір көрсетеді. Мінекей, мұнда 63 болып тұр. Мінекей біздерде көрсететін болсақ, мұнда да тоже 63. Так, мінекей енді автозапускысын жасау үшін өзінің ішіндегі программасын оқып жатырмыз. Так, мінекей бізге керекті жерде өзгерттік. Мінекей біздер температурамызды қойдық, автозапускымызды қойдық. Енді өздеріңізді проект жасайтын боламыз. Кілтейміз. Оталдық үшін блокировканы басып жіберіп, багаж басып тұратын боламыз. Біздер көлік оталып тұрған кезде білесіздер, қар жанып тұр. Мінекей оталдырдық. Осылай көліктің родной ключіне автозапуск жасау болады. Бесінші хабарасыздар 775 881 1116. Есім жұмыспен ақтау қаласы. Сіздердің көліктеріңіз әрдайым сіздерді даладан тұрмас. Сау болыңыздар.